Сәлем достар, бұл құпия каналы, сіздермен бірге Альфия. Достар, осы видеодан бұрын тағы бір сізге ақша магнитті деген техника салған болатынмын. Егерде көрмей қалған болсаңыздар, каналыма өтіп қарап алсаңдар болады. Өте керемет техника. Қазір достар, мен сіздерді басқа техникаменен таныстырамын. Бұл техника қалауыңды орындалу үшін арналған. Егерде сіздің желанияңыз болса, осы техниканы жасауға болады. Негізі өзімнің практикамда өттім, жақсы орындайды. Бірақ желанияңыз сізге ақылға сыйымды болу керек. Мысалға, бір аптадан кейін мен миллионер жігітке күйеуге шығып кетуім керек деген сияқты миға сыймайтын желания болмау керек. Мысалға, жұмысқа кіргім келеді, немесе экзаменнан өткім келеді деген сияқты. ОБТ тапсырғаймын деген сияқты желанияларыңызды жақсы орындайды. Мысалға, менің желаниям өте қымбат бір стенный гарнитур алғым келді, сервант. Соны ала алмай жүрдім бір жыл бойы. Бірақ мен осы желанияны жасағаннан кейін сол сервантты алдым. Сол сияқты сіздің де желанияларыңыз орындалады, егер жасасаңыз. Бұл техника айға күнге байланысты емес, любой кезде жасай бересіз. Бір жақсы жері, тағы да бір жақсы жері өзіңізге немесе балаңызға, қызыңызға, күйеуіңізге жасай беруге болады. Жасай бересіз. Қазір барлығын түсіндіремін. Әдеттегіде бізге чистый лист бумага керек, ақ бет керек, А4. Мен тек үлгі үшін мына блокнотымды алдым. Ал сіздерге ақ бет керек. Мен үлкен форматта көрсетемін, сіздер кішкентай форматта салуларыңыз керек. Кішкентай форматта салуларыңыз керек сіздің. Көрсетем, сосын сіздерге міндетті түрде қызыл ручка, немесе қызыл фломастер, немесе қызыл карандаш керек. Главный түсі қызыл болу керек. Осы қызыл менен салу керек. Осы нені? Символды. Қазір барлығын түсіндіремін. Сіздер А4-ға салып, одан кейін қиып алсаңдар болады, кішкентай форматта. Қиып алсаңдар болады. Қазір достар, бірінші қолдарыңызды жаттықтырып алың, әйтпесе салу өте қиын. Бірінші салып жүрмеген адам болса егер, бірінші қолыңызды жаттықтырып алуыңыз керек. Сосын мен сызуын қалай сыздым, дәл солай сызуларыңыз керек. Қай порядкіде сыздым, сіздерде солай шатаспай сызуыңыз керек. Әйтпесе мына символ жұмыс жасамайды, қайттан жасауға тура келеді. Бір күнде екі символ жасауға болады. Бірінші өзіңізге жасайсыз, бірнеше сағат өткеннен кейін, бірақ араға уақыт өтіру керек. Өткеннен кейін басқа адамға жасауға болады. Міне достар, осындай сызық сызамыз, көрініп тұр ма? Осындай сызық сызамыз да, осындай мынандай нарастающий не сызамыз, одан кейін мына былай сызамыз. Былай шатасып кетпеулеріңіз керек. Сосын мынаны қақ ортаға точка қоямыз да, былай сызамыз міне. Қақ ортаға. Көрдіңіз ба достар? Міне. Одан кейін чаша захвата қоямыз міне. Ай тәрізді чаша захвата дейді бұны. Көрініп тұр ғой, сіздерге достар. Одан кейін мынаның қақ ортасынан бір үлкен сызық сызуымыз керек міне. Қақ ортадан. Міне, көрдіңіз ба? Мына затқа тию керек, міне. Мына затқа сызық сызғанда, соны қарауыңыз керек, қадағалауыңыз керек. Сондықтан бірінші сызып алып үйреніңіз дедім ғой. Одан кейін былай чаша захватаны қоямыз. Мен қалай сыздым, дәл неде сызасыз, неде, порядкіде сызасыз. Одан кейін бұны тағамен айналдырамыз. Таға дейді ғой мынаны. Осылай міне. Таға айналдырамыз, таға дейді ғой, подкова. Таға қылып айналдырамыз. Айналдырғаннан кейін мына шеттен бар ғой, мына шеттен тағы бір сызық сызамыз да, дәл осындай міне таға сияқты нені сызамыз. Көрдіңіз ба достар? Болды достар, осыменен біздің оңай былай сызып үйренсеңіз.
Осымен осы біздің неміз дайын. Узорымыз дайын, міне достар, көрдіңіз ғой, дәл осындай узор шығу керек. Бірақ сіздер қызыл ручка немесе қызыл фломастермен салуларыңыз керек. Мен тек үлгі үшін. Міне көрдіңіз ғой достар. Одан кейін мен сіздерге үлкен форматта көрсеттім, ал сіздер кішкентай форматта салуыңыз керек. Сіздер бұны кішкентай қылып не істейсіз? Бүйтіп қиып аласыз. Бүйтіп қиып аласыз да өзіңіздің қиып алғаннан кейін өзіңіздің қазір чек-листті қарап жіберейінші, ұмытып қаламын мен достар. 7 күн не істейсіз? 7 күн не істейсіз? Бұны өзіңіздің киімдеріңіздің арасына тығып қоясыз. Егер балаңа жасап жатсаң, балаңыздың киімінің арасына салып қоясыз, балаға ескертіп қоясыз. Немесе күйеуіңізге жасап жатсаңыз, күйеуіңіздің киімдерінің арасына шкафқа бүктеулі. Немесе жемпіріне орап, осыны бір жерге шкафына қоясыз. Осылай 7 күн. 7 күн өткеннен кейін 8-ші күні жаңағы, мысалы, өзіңізге жасаған болсаңыз, өзіңіздің киіміңіздің арасынан аласыз да 7 күн. 7 күн өтеді, о 8-ші күн дегенде тағы өзіңіздің мына денеңізбенен бұл жұмыс жасау керек, энергияңызбен. Сондықтан қалтаңызға немесе мойныңызға бір бойтұмар сияқты салып алады ғой, мынандай бір неге. Осылай неге салып қойсаңыз болады, немесе қалтаңыз удобно негізі. Ровно 1 сутка 24 сағат өзіңізбен бірге не істеу керек? Бірге осы жүру керек. Себебі сіздің энергияңызбен жұмыс жасай бастайды, биополеңізбен. Сондықтан 24 сағат бойы, ал жатарда подушкаңыздың жастықтың астына алып жатасыз. Жастықтың астына қоясыз да, таңертең қайттан қалтаңызға салып аласыз. Мысалы, после обед 3-те жасаған болсаңыз, ертесі күн сағат 3-ке дейін осыны носить етіп жүресіз бірге, өзіңізбен бірге. Одан кейін 9-ші күн дегенде бұны өзіңіздің 9-ші күн дегенде өзіңіздің пока киюге болмайды, арманыңыз, жаңағы желанияңыз орындалған шейін өзіңіздің киіміңіздің арасында тұру керек. Мысалға, мен қыста постоянно киіп жүретін курткамның қалтасына салып қойдым. Себебі мен бұл символды жазда жасадым. Жазда кимейсің ғой қыс киімді. Сол үшін міндетті түрде өзіңнің киіміңе салу керек. Егер өзіңе жасап жатқан болсаң, егер күйеуіңе жасап жатқан болсаң, міндетті түрде күйеуің киген соның киімі болу керек, немесе балаңыздың киімі болу керек. Кімге жасап жатсаңыз, сол адамның. Мен жаздың күні жасадым, бірақ қыста кимейтін курткамның, қыста киетін курткамның қалтасына салып қойдым. Сондықтан соның ішінде тұра берді. Менің 4,5 айдан кейін орындалды. Менің ақша келді маған, сондай ақша жиналды, білмем қаяқтан келгенін, бірақ келді. Сосын сол 1,5 миллионға мен 1,7 миллион ба сондайға мен қалаған жаңағы немді алдым, сервантымды алдым. Сол сияқты сіздің арманыңыз тез орындала ма, или қашан орындалатын білмеймін, бірақ орындалады. Асықпаңыз. Болды достар, түсінікті де ойлаймын барлығы. Уақыт бөліп, мен сіздерге қанша жұмысым жатса да сіздерге барлығын түсіндіруден жалықпаймын. Түсінбей жатқан жерлеріңіз болса, комментарийді сұрасаңыз болады. Менің жұмысымды, еңбегімді бағалап, лайк басуды ұмытып кетпеңіздер. Каналыма жаңа келген көрермендер болса, каналыма тіркеліп алыңыздар. Себебі алда уже қызық техникалар салатын боламын. Достар, қазір нейрографика деген сабақ оқып жүрмін. Өте керемет екен нейрографика дегенде. Болашақта бәлкім сіздерді соған оқытуы мүмкінмін. Денежный нейрографика деген өте керемет екен. Сондықтан мен сіздерге далбаса жұмыс жасамайтын,
қалай айтсам болады, құр уақыт жоғалтатын адамдарға зияны тиетін зат салмаймын. Иә, мен сіздерге қиналып енді барлық адамдарда проблема бар, оны білемін. Қиналып жүргеннен мен сіздерге пайдам тисін деп салып отырмын. Сондықтан менің уақытымды бағалап, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Сәттілік достар.